Барлықтарына сәлем. Бұл видео блог емес. Бұл Еркебұланның қарапайым өмірінен үзінді. Біз қазір Алматыда қайда баратырық? Бутаковский водопад. Кәне айтып жіберетін, қазір түсіндіріп жіберетін. Қайда баратырмыз? Біз бүгін Бутаковский водопадқа барғанымызда ертең қайтамыз. Ол жерде не бар, не үшін барамыз? Ол жерде не бар? Әткеншек бар. Алты бақан бар. Қазір менің сумкамның үлкендігі осындай болып тұр. Дәу бірден екен ғой. Менікі мынандай. Максының көзінен дәу. Мынау мынандай. Мынау құлап жатыр әне. Мынау не үшін бір таң алып алды ма бірден істеді? Амын жіберіп қашында, қаш. Ой! Білгеміз осындай екен бұны. Былығып жүретін адам екен. Бәрін жүріп кетті. Ұят жоқ қой. Қанша деп көрсетіп тұр? Ал, бағасы ма? Иә. 3250. Біз қай жердеміз? Біз мына жерде. Достық Құрманғазы. Нан жеймін деп нанға кетіп баратыр. Нан жемесем өлем дейді. Осы нанға кеткен еркектерден қорқамшы. Осылай киіп алдым, пока что нормально суық емес, жылы. Барған кезде киіп шешкіл кетпесек болды. Біз қазір таксиге отырдық. Ислам әлі жоқ. Нан алуға кеткен, нан жеймін, ойбай нан жемесем ана жақта өмір сүре алмаймын деп. Нанды өзі пісіріп жатыр ғой деймін, әлі шықпады. Күтіп жатырмыз. Алдың ба наныңды? Салапанымен жей берді, сондай шықты. Мынанда осындай аңдар өмір сүреді екен. Алағасқырды. Сауатты жазыпты өте. Кішкентай атымдар көзге көрінбейді, бірақ сирен өлген жарылыс қарыш іште биік емес, біз жұлдыздың шаңымыз жоқ, шектеу бар саңдылық болып берік, ұстанды маңа жол теркесте ашылып сонды сен кідірмедек, бұл біздің өмір мектеп, сен бірінші сүрінгенде ашылып түрлі беттер, сенбегендер мен жауларыңды ұста төңіректе, жеткенде төбеге сен оларды көмілет, олар білмейді өздері маған көмек. Біз өтірік андай вид үшін палаткамыз қойдық. Контент. Негіз гостиницада. Бала кезде лагерьге барғанда бір қазан неге шай қайнатамыз да, су қайнатып, соны шай істеп алып, қалған суына жұмыртқа салып, жұмыртқа қайнатамыз. Сөйтіп нан, май, бәле, май езіліп кетпесін деп пакетке салып, қазықпен пакетке салып, неге речка қойып қоятынбыз. Соны жұмыртқада піспеген жұмыртқалар ашып кетпесін деп соя қақып қоятынбыз. Қазір солай істейміз бен? Иә? Болды, қазір жүзінде көрсінеміз. Болды. Ағымын жасың болды. Біз құдайлардың тамағы шырақ жеп отырық. Жетті. Явно біреуді алдап атыр. Ислам қатты алдаратын жақсың шетсен. Енді қазір нанотехнология өстім. Мына аз құйылып қалған бар ғой. Соның үстіне мына екі доширакты қоямыз да. Сонда физика заңы бойынша бір-біріне жылып астындағысы деп пісіп қалады. Соны ислам жейді. Үш адамға негізі тақуя тамағын сияқты. Таңертең тамақ жоқ деп отыр дейді. Түні бойы жеп. Біз қазір бір жерде отырмыз. Тамақ жеп, доширак жеп отырмыз. Күшті бала. Негіз келгеніме қуаныштымын. Бүгін біз жігіттер болып тауға шығып, шашылық пісіріп, костер жағып, самауырмен шай ішейін дегенбіз. Бірақ обедтен кейін тұрған үшін доширак жеп отыр енді. Енді ең жаман дастарханымыз осындай олсын деп тілек айтып отыр. Негізі үстіп айтып жүргенімізге біраз болды. Почему-то менің доширагым басқалардың доширагына қарағанда ең ащы доширак сияқты болып сезініп тұр. Бір шетінде приправаның дәмі қатты шығып жатыр. Аласың жүрмін бе? Қазір 8:30 ба, сондай болды сағат примерно. Макс Mobile Legends ойнап отыр. Офлайн.
Ана адам уже жоқ. Қазір чай ішейік деп қайнатып отыр. Шайым бар. Чай бар өзіне. Қаладан қайнатып алып келдім. Салқындамайды бізде. Суық болса да ыстық деп. Мен осындай чай, мынаны ішейін деп отыр. Мак. Ти. Анадан өзінің чайы сол ұйықтап түсінде ішіп жатыр ма бірдеңе. Жақсы күндерде камерамен бір қолмен немен қиындау байластырды өсіп қойсыздар. Ол жібуда ол суғайнап. Жағып жатыр. Мынау қауіпті заттар істеп жатыр осындай. Қашамыз? Ислам артында бірдеңе тұр. Ислам, Артындағын танисың ба? короче, газбен нақсап жағып отыр. Жанбай қал. Экшн. Нағып сол горелканы жағып отыра бермедік. Сол не кетеді сияқты. Давай өшір, газды өшір. Газды өшірсей бірінші. Мен главный операторым мына жерде. Ал операторлар басқа жұмыс істемейді. Оператор всегда живой қалады десей. Иә. Сендердің ерліктеріңді бөлісу үшін біз тірі болу керекпіз. Сағат түнгі 11:22 болды. Біз тауға барып ағаш теріп әкелдік. Түнгі? Иә. 4 сияқты ащет етіп мен үшін ше. Иә. Мына жақта тауға шығып, отын жинап тауға. Көрінбейді екен. Ертең жарық болған кезде көрсетеміз примерно. Жоға нормально шығып, құлап, міне үсті бас деген андай болып кетті. Осылар жинап әкеп жағып жатырық енді. Короче, біз жатып надоел болып уже орманның ішіне кетіп баратырық. Маған андай. Кеуіп қапты. Тартам деп тартып жібермеші мені. Қазір отын біткен кезде сулифа жасаймыз, ұтылған адам бар еді. Қайттан ба? Анасını satayım. Балалар қараңдар. Қақалып шашып отыр. Біз уже екінші рет жағып отыр. Емай әуре ұнап тұр. Атмосфера не? Бір сағат осы атмосфера болды. Болды, өшіре берейін ба, уверенсіңдер ма? Уверенбіз. Болды ма? Еді? Я май, не жанадау деп айтама деп. Ла, бет қайттан жанып кетті. Бля, осылай меттім. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай, ал өмірім жалғыз ұмсытпайм. Не болса да көздерімде жасын толмайды, жарақат қағазға жазып сақтайм, жараларын қоймайын жақ қояй. Барлықтарынан қайтадан сәлем. Осылар үшін істелген сияқты қасындағы орындықтар. Айтпыш. Тау подам жиналып отыру үшін. Ортасына от жағып отыру керек. Біз қазір жасау керек зат істеп жатырық. Не ол? Ол мусорды тастап кету. Міне. Яғни торет тұр ғой. Жалпы түнде болған оқиғалармен бөлісіп өтейін. Біз примерно сағат 1:30-2 деген кезде жатып қалып. Нормально болды. Бірақ Ұрып бастап отырсың ғой сен түнде болған оқиғаны. Жоқ енді, оларды итап түсірген видеоларды салам ғой. Түспеген заттарды айтып жатырмын да. Түспеген заттардан сол ерте жатып 1-2 деп жаттық. Одан таң атпай 5-тен бастап адамдар келіп бастап сөйлеп, абыр-гүбір. Біздің жатқан жердің жоғар жағына бір 2-3 адам келіп сөйлеп, әңгіме айтып, ақырып, күліп. Мына водопадтың. Не? Маған бит келді. Все, біз келдік. Ары қарай. Терлеп кеттік. Мұртынан тер ағып жатыр.
Сен ремонтқа бердің ба? Жоқ, понедельник. Біз в общем жолға шықтық. Ана жақ қар басқан ғой. Алейкум салам. Сізге де. Алпағын төбесіне ме? Тұрыңдар, мен түсірейін. Кәсіп өте, қайта өте. Мен сені есігіне шықмаған, мен асықтаран істерді, ұмытын қауіптіктерді, соғысымен ұмытым бітерді. Ой болмайды саған ұнайды, саған ыңғайлы демедің ыңғайлы, кереуетте мен тұрмайды дайын, бұның бәрінен тізіп айтпаймын, жүрегім сендейге қайтпаймын менде. Мен езіп кеттім сені бағақтан, ең басып толған сұрақтар, ең қолым алды менді балта, сен басын шоқ. Мына жерде жартастар сынып, бұлай құлаған. Мына жерде ағаштар сынып. Ал біз дальше кеттік. Әңгіме майданат, сәл өтсең тойда болған, басыңа пілім қонат, бәлкім. Саған пельменді көрсет. Пельмен. Көтерем ала, қойды. Ой, бір тым контентке жоқ адам екесіңдерші. Ondan da senin demesин bolar edi edimi. Ölmedettik ikimiz bu, ölmedettik ikimiz. Ondan da senin demesin bolar edi edimi. Ölmedettik ikimiz. Қалай жақындата дейін? Алдынан объективпен. Объективті айна ұстап тұр, тартып. Үйрендің бе? Тартып ұстап тұрасың ана, дәуір. Мені болды? Тоң кеттім деп істеп атқаның қарың. 2 шуық тұз. Солай жылып сала берсе. Доширакпен жесек нормально еді. Общий саласылай. Саңқ піспейді точно, я общий саласылай. Исламның кухнясына қош келдіңіздер. Ислам жасап жатқан тамағыңыз қандай? Пельмень нестандартный. Адысымызда кішкентай лаума. Самса істейсің ба, не істейсің? Сөз пельменін жеп отырын деп. Маған жартысына дейін салайын да. Содан үстіне доширак лақтыра салайық. Сәл пельмень 10 минут қайнағаннан кейін ше. Маған не болып кетеді? Кафе бар, соя қылып дуын езбесің де, әдемі кетеді. Елке болған қасымен алыстасай мықты болсын. Оғайды кеттім. Әкеш. Жас балалар білмейді. Бүйтіп ашып, бұлай істеу керек екен. Уже піскен сияқты негізі ше пельмен ет. Ма, сорпасы, тура пельменнің сорпасы. Қойш, әкел. Кема, бір жана дайындаған пельменіміздің эксперимент ретінде маған жегізіп отыр. Басынан түсіреміз дейсің. Тема. Точно ма? Точно. Тема, я? Базарда. Давай. Схема ана сүзіп алайық онда. Біз уже жанағыны жеп жіберіп, екіншісіне кетіп отырық. Ошол доширакпен. Өзі қолдарымен тамақ береді осындай. Нан піспеген деп емес па? Білмей, етін ғана жедім ғой. Әкел нанды. Білмей, басқаның тема кетіп отыр. Болатын жақсы. Нормально ба? Нормально. Ровно қойшы оғара? Соның лапшасына жинау ғой. Қазір біз мына жаққа келгендегі екінші тамағымыз жеп жатырмыз. Түсіп отыр, тамақтасып көзің. Доширакпен. Бір-бірімен кездеспейтін культура ғой. Не істедің? Душқа түсіп келдің бе? Бағатын білдіге бар ма? Болды, шыға беріңдер. Осыларды.
жақсы кадрға түссін деп анда бар мында бар деп әурешілік болып бұлар өздерінше болып шықпаймыз деп сәл кофе тауқсы екен біз бір жақсы кісілер тауып Wi-Fi қостырып такси шақырдық. Сол жақ. Жақсы кісілер бізге Wi-Fi қосып берген. Сәлем жолы қойыңыздар. Енді такси келатыр. Комфортпен барамыз, бірақ кобальтпен. Шашым, ёптыр. Үйге барып